Жан жеке жайға келіп Құдіретке Салихты өлтірген қылмыскердің портретін көрсетеді. Құдірет осы уақытқа дейін нағыз қылмыскердің үйінде емен еркін кіріп шығып жүргеніне қатты күйінеді. Каран бәрінің алдында Джейланнан кешірім сұрайды. Сима әмірдің ұсталғанын естіп қорқып кетеді. Каранға Салихты неге әмір өлтірді деп ойлайсың деп сұрайды. Жан әмірдің Салихты өлтіргенін көрген куәгер бар екен. Ол полицияға барып бәрін айтып берді. Әмір қылмыстың әшкере болғанын біліп қашып кетті дейді. Әмір Симаның сыбайласы екенін айтады. Каран Джейланға Сима мен Эмирдің сыбайласы екенін айтады. Каран ашуланып Симаның бөлмесіне келіп оны тамағынан қылқындырады. Ағамды өлтіруге сен тапсырма бердің. Осы уақытқа дейін отбасымызда болған бар қиындықтың артында сен тұрыпсың. Мелтемнің де көзін сен құрыттың. Жақыпты да жазықсыз өлтірдің. Сені өлтіремін дейді. Джейлан Каран олай жасама. Баламыз үшін қой дейді. Сима Каран менің болған оқиғаларға еш қатысым жоқ дейді. Каран әмір бәрін мойындады. Осының бәрін не үшін жасадың дейді. Сима себебі саған алғаш көрген күннен бастап ғашық болдым. Атанам болса мені Салихқа күйеуге берді. Ал менің бар арманым саған тұрмысқа шығу болды. Сен үшін өмірімді тәуекелге тігіп осындай қылмысқа барым. Джейлан болса сен үшін олай жасай алмас еді. Мен ғана сені шын сүйемін дейді. Құдірет естіп қаншер ұлымды қалай өлтірдің деп Симаға тап береді. Симаны жерге жығып қылқындырады. Құдірет бөлмесіне барып пышақты алып Симаны өлтірмекші болады. Бірақ Сима қашып кетеді. Джейлан артынан жүгіріп ұстап алады. Сол кезде полицейлер келіп Симаны ұстап алып кетеді. Лейла мен Ферит үйленеді. Мұстафа мен Гонжа жұп болады. Арада 1 жыл өтеді. Джейлан ұл туады. Атын Салих Жақып деп қояды. Әлияны анасы Мелтемге береді. Мелтем қызымен бөлек үйде тұрады. Құдірет Әлияға қоңырау шалып анасы екеуін демалыста қонаққа шақырады. Сима жындыханадан қашып шығады. Полицейлер оны ұстап қайтадан қамап қояды. Жан Симаның өтірік жынды болып жүргенін, жақында өтірігі ашылып түрмеге қамалатынын айтады.